Селем достар, бүгін біз жұмыртқадан өте тез және тойымды, дәмді болып шығатын салат әзірлейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл салатты үйдегі бар затпен жасауға болады, өте қолжетімді. Ең бірінші, осылай жұмыртқаны қайнатып пісіріп аламыз. Осылай жақсылап піскен жұмыртқаны пышақтың көмегімен екіге бөліп аламыз. Оның ортасындағы сарысын алып, бөлек қойып қоямыз. Бұл салатты таңғы асқа, немесе жиын, той жиындарға, дастарханға қою үшін жасасаңыздар да болады. Өте тойымды салат. Сіздерге салаттың рецептін алу үшін міндетті түрде соңына дейін көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Яғни сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне жұмыртқамыздың барлығын осылай екіге бөліп алдық. Енді жұмыртқаның сарысының үстіне бір дана сарымсақты турап саламыз. Оның үстіне укропты алып, пышақтың көмегімен майдалап турап, оны да үстіне салатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмыртқаның сарысының үстіне бір дана сарымсақты және мынау майдалап туралған укропымызды салып алдық. Енді оның үстіне бір қасық майонез құятын боламыз. Оның үстіне шым-шым тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды мына жұмыртқаның ағының ішіне қасықтың көмегімен осылай жақсылап салатын боламыз. Достар, менің жасап жатқан салатым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда басқа да түрлі тағамдардың рецепттері бар. Көріп, өз бағаларыңызды берсеңіздер болады. Міне бүгін біздің жасап жатқан салатымыз дайын болды. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Сіздер де жасап